Қайырлы күн, Әли. Қазір математика сабағы. Тақырыбы екі таңбалы санды бір таңбалы санға қосу арқылы 20 санындағы қосындыны алу. Енді мысал ретінде тапсырмаларды орындап көрейік. Және де біз 20 саны бұл 2 ондық екенін білеміз, е. Енді мына жерде бізде жұмыртқа берілген. Біріншісінде 1 ондық 10 жұмыртқа, екіншісінде 8 жұмыртқа және жетіспей тұрған 2 жұмыртқа. Ол 2 жұмыртқаны салсақ, бізде 2 ондық, яғни 20 саны шығады. Яғни 18 қосылған 2 болады 20. Жақсы. Енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Қосу амалын орында. Мына сызбаны пайдаланып, біз осы тапсырманы орындауымыз керек. Яғни бізде 17 саны берілген, біз оны ондықтар мен бірліктер ретінде, қосындысы ретінде жазамыз. Яғни 17 саны бұл 10 қосылған 7. Содан кейін біз 7 ол 17-нің бірлігі. Бұл 7-ні қосамыз 3-ке. Болады 10. Сонда 10 қосу 10 болады 20. Мінеке былай. Яғни біз 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосып, 20 санын шығарып тұрмыз. Келесі, қосындыны тап. Бізге 15 қосылған 5 саны берілген. Яғни біз 15 санын 10 және 5-дің қосындысы ретінде жазамыз. Содан кейін 5 пен 5-ті қосып аламыз. Бірліктерін яғни қосып аламыз. Шыққан санға бірінші ондықты қосамыз. Яғни 10 қосу 10 болады 20. Енді екінші тапсырманы, яғни 14 қосылған 6 мысалын өзін шығарып көр. Мына мысалға қарап өзін шығарады деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Қажетті таңбаны қой, яғни артық, кем немесе тең таңбасын көп нүктенің орнына қоясың. Бұл өте оңай тапсырма. Мен ойымша сен өзін шығара аласың. Өзін тырысып көр. Жақсы, Әли. Келесі сабақта кездескенше сау саламат бола ғой.